жантүршігерлік оқиға. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Жетісу облысында ер кісі әйелді зорлап, сосын өртеп жіберген. Жетісу облысында ер адам 1980 жылға әйелді зорлап, аса қатыгездікпен өлтірген, деп хабарлады Астана телеарнасы. Артынша ісін жасыру үшін күдікті мәйітті өртеп жіберген. Сұмдық оқиғаға қатысты полиция заңда көзделген қажетті тергеу әрекеттерін жүргізуде. Күдіктінің іс әрекетіне құқықтық баға беріле отырып, іс бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданады. Қара қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесіне орай өзге ақпарат жариялауға жатпайды, дейді облыстық ПД ресми өкілі Меруерт Марьякова. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.